ойлап қараңдар. Сразу өтіпті да. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видео бета версия шықты. Бета версия не екенін білмесеңіздер айтып өтейін. Бета версия 16 обновление болады. Сол обновлениеде не шығатын заттарды бета версияда көрсетеді. Егер бір қателіктер болып жатса, сосын келесі обновление болған кезде сол заттарды алып тастайтын болады, егер қателіктер болып жатса. Сол үшін бета версия шығарылды. Бета версия көбіне тек қана ютуберларда, сосын кейбір ойыншыларда доступ болады. Оған енді барлық ойыншылар ойнай алмайды, кейбір ойыншылар ойнай алады, сосын ютуберлер ойнай алады. Бета версияны ойналарыңыз келсе, қазір сіздерге видео көрсетемін, қалай жүктеп алу керек сотқа, соны көріңіздер. Бета версияны жазу үшін төмендегі сілтеме арқылы кіреміз, содан кейін күтеміз, кішкене күтеміз, содан кейін разрешить дегенді басамыз, болды. Содан кейін сіздерді Яндекс дискқа лақтырады. Яндекс дискқа лақтырғаннан кейін сіздер дейтін сохранить на Яндекс диск деулерің керек. Сіздерде өздерінің аккаунттары болу керек. Яндекс дискте сохранить еткеннен кейін перейти дегенді басамыз, содан кейін бета сервер дегенді басамыз да, мына жерде жүктейтін деген сурет тұрады, скачать деген, соны басып жүктеп аламыз. Достар, бета версияға барлықтарыңызға доступ болмауы мүмкін, тек кейбір адамдар ойнай алуы мүмкін. Сондықтан сендерге 100% гарантия беремін, ойнайсыздар деп. Тек қана кейбір ойыншылар ойнай алады. Жалғастырамыз. Менде бета версияға доступ бар. Мен бүгін қарайтын боламыз. Ертең 16 обновление болады. Сол обновлениеде не болады, соның бәрін қарайтын боламыз. Жаңа интерфейс, осындай бір Halloweenский ма, типа сондай. Сосын мына жерде әртүрлі заданиялар, мына жерде басында не беріп отыр, жаңа персонаж. Жаңа персонаж емес, A194 сол персонаж бар ғой, сол бұрынғы. Әртүрлі заданиялар, кристалдар алуға болады. Білмеймін, бұл обновление шынында бола ма, бірақ бұл тек қана бетада шығар. Джекпотта өзгеріс бар ма? Жаңа джекпот қараңыздар, короче. Мұнда тек қана нелер болады, питомстар болады. Бір питомс түсетін болып тұр ғой. Жалғастырамыз, жаңа эмоциялар бар, айтпақшы. Жаңа эмоциялар, мынандай эмоция бар, қараңыздар. Джига дейді, бүйтеді. Сосын мынандай бар, селфи деген, өте керемет. Сосын мынандай бар, тряска деген. Мынаны қараңыздар, пиратский флаг деген ең мықтысы. Сосын топ диджей деген бар. Болды, осындай эмоциялар бар, жаңа эмоциялар. Жалғастырамыз, сондай интерфейс өзгерген, классический дегенді басқан кезде, мына жерде игра на рейтинг, өзінің суретімен солай істеп қойған, мықты етіп, мысалы, классический ойнауға бермудтан чистилищеде және де жаңа режим қосылған, холодный стал. Сосын похищение тыквы дейді, осындай режим бар. Новый лутбокстар осылар, осы екеуі. Мына жерде суреті жоқ, бірақ осы екеуі новый болады екен. 60 кристалға айналдырамыз. Сосын қараңыздар, подаркаға өте көп заттар қосылған. Мысалы қараңыздар, мына подаркілер. Сосын қараңыздар, мына жерде лутбокс бар. Енді лутбокс жібереміз подаркаға, бұрын жібереміз екен. Әртүрлі лутбокстар, енді турнирлар болатын болады. Әрбір лайк сайын десем болады стримда. Осындай лутбокстар жіберуге болады. Наборлар, персонаж, одежда, оружие. Қараңдар, оружиеға лутбокстар жүруге болады, подаркаға жүруге болады, мынаны бәрін қараңыздар. Актракон бар даже. Лобби кішкене өзгерген, мынаны қараңыздар, мынандай бір кубик сияқты түрде жүреді, мықты тип доп сияқты ма, осындай. Содан кейін ценада мынандай цена қойып қойған. Мынаумен ғой. Оп, мынандай қойып қойған, тип диджей ойнайтады деген сияқты. Осылай өзгерген, короче. Ойынның графикасы өзгерген, яғни высокийда, мен яға бәрі высокийда тұр. Ойынға кірген кезде осындай бұлттар, бір түрлі басқаша, короче. Пуп сияқты болып кеткен бе кішкене. Сосын самолет өзгерген, Halloweenский алдырып қойған, осындай сары етіп, қара қосып. Өте керемет. Мына графиканы қараңыздаршы, о-майо. Жалғастырамыз, қараңыздар, жаңа мылтықта болды, міне жаңа қару осындай. Осылай атылады. Кәдімгі дробаш сияқты, ешқандай несі жоқ. Дауысы да бірдей, тап сондай барлығы. Мына дробаш бақыт көріңіз. Тап сондай, мынау да почти. Мынау да сондай, бірақ анау жылдамырақ. Қазір адам отырып көрейін. Міне ботта жүр. Нормально. Жылдам атады бар ғой. Оқ аз ба еще. Екі оқ қой бар жоқ, оқ аз ба. Бетада мынандай минигандар бар. Бірақ бұл минигандар обычкада рейтингте бар ма жоқ па білмеймін. Біздің кәдімгі обновление қосам, қоспен оны точно айта алмаймын. Өте керемет, неге атысқанда риск болып қаласын, атып тұрады па адам. Оп. Ойлап, қараңдар атады. Сразу өтіпті да. Апасаз болған шығар. Бетада мынандай не сияқты бар. Кубок сияқты бар. Мынаны короче қараңдар қоқып қоясыздар, мынау кәдімгі адам сияқты болып тұрады. Мынаған еще біз көздесеңіз қызыл жанады. Атуға болады. Бірақ мына өтірік адам, типа, приманка ретінде ма қоқып қойсыңдар осылай. Тоже жақсы аткен, атып қоқып қойсын өтірік. Осындай обновление қос. Бетада аирдроптың түрі өзгеше екен. Halloweenский аирдроп.
осы обновлениені қосатын шығар біздің обновление. Мен airdrop былай екен негізі, екі түрлі бар екен. Тұрып тұра ма, жатып тұра ма бір түрлі. Достар, осымен обзор аяқталды. Жаңа режимдарды келесі видеода ойнайтын болам. Видео түсіріп, сондықтан видеоны лайк басып, комментарий жазамыз. Бета-тестті нені қарайын комментарий жазып кетіңдер, келесі видео соны түсіріп қарайтын болам. Осымен видео аяқталды. Сау болыңыздар, давайте.